Анам Анкара жүректі тербейтін шынайы оқиға желісімен 2024 жылы түсірілген түрік телехикаясы. Сериалдың басты кейіпкері Зухал есімді әйел. Ол тағдырдың қатал сынынан сүрінбей өткен 3 ұлдың анасы. Зухал бір қарағанда қарапайым әйел. Бірақ оның ішкі күш қайраты мен табандылығы кез келген адамның таңдайын қақтырады. Сериал 1980 жылдары Түркияның астанасы Анкарада өтеді. Сол кездегі саяси және әлеуметтік жағдай күрделі болатын. Қоғамда әйел адамның жалғыз өзі өмір сүруі, баласын тәрбиелеп жұмыс істеуі өте ауыр сынақ еді. Алайда Зухал осындай қиын кезеңде жалғыз қалса да мойымай, қайтадан өмір сүруге күш табады. Бастапқыда Зухал күйеуіне сеніп, бақытты отбасылық өмір сүруге ұмтылады. Алайда көп ұзамай күйеуінің опасыздығы әшкереленеді. Ол әйеліне қолдау емес, керісінше ауыртпалық әкеледі. Зухал күйеуінен кетіп балалармен жалғыз қалады. Сол сәттен бастап оның күресті күндері басталады. Оның 3 ұлы бар. Әсіресе үлкен ұлы Бурак отбасындағы басты тірекке айналады. Әлі жасөспірім болса да, ерте есейіп анасына тірек болуға тырысады. Ол кішкентай бауырларын қорғаштап, анасының әр күресін жүрегімен түсінеді. Зухал балалармен Анкараға барып жаңа өмір бастайды. Отбасын асырау үшін бастапқыда дүңгіршекте бәліш сатушы болып жұмыс жасайды. Сериал Зухал мен ұлдарының күнделікті өмірін, қиындықтарға қарсы тұруын, бір-біріне деген сүйіспеншілігін, жанкешті ананың күресін, және балаларының есейіп, азаматқа айналуын терең көрсетеді. Бірінші серияда Зухал күйеуінің сатқындығына көзі жетіп, балалармен жалғыз қалады. Қоғамның қысымына, жоқшылыққа, жалғыздыққа қарамастан, ол алға қарай ұмтылады. Балалар үшін өмір сүріп, олардың болашағы үшін күреседі. Бурак есейіп анасына тірек болады. Бурак анасына суицид жасамақ болып хат қалдырады. Ол, хатта мен бұл ауыртпалықпен өмір сүре алмаймын деп жазады. Бұл Зухалға ауыр соққы болады. Ол дереу баласын ауруханаға жеткізеді. Сериал бойы біз Зухалдың өмірге қайта келуін, әйел ретінде де, ана ретінде де өз орнын табуын көреміз. Ол тек балаларын ғана емес, өзін де таниды, армандары мен мақсаттарын қайта ашады. Әр қиындықтан кейін ол биіктей түседі. Бұл сериалда шынайылық бар, мұң да бар, үміт те бар, қуаныш та, қайғы да қатар жүреді. Басты рөл Зухал Сойдешлей. Бұл рөлді Түркияның танымал актрисасы Бергүзар Карел сомдайды. Бергүзар бұл рөлде тек ананың жанайқайын ғана емес, оның ерік-жігерін, табандылығын, махаббатын жүрекпен жеткізе білді. Хасан күйеуі, опасыздық иесі. Осы күрделі әрі қарама-қайшы образды Мехмет Гүнсүр шебер ойнады. Сырт көзге сүйкімді, бірақ ішкі әлемі әлсіз, сенімді ақтай алмаған әкенің бейнесін ашып көрсетті. Оның актерлік шеберлігі арқылы Хасан көрерменде бір мезгілде ашу мен аяныш сезімін туғызды.